Бауырсақ орыс халық ертегісі. Ерте де, ешкі жүні бөртеде бір шал мен кемпір болыпты. Бірде шал жалынып, кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берсеңші. Неден пісірейін, ұн жоқ қой, депті кемпір. Әй кемпір-ай, қойманың түбін қырнап көрсеңші, бауырсаққа ұн табылар, депті. Кемпірі қойма түбін қырып екі уыс ұн табады да, қаймаққа шылап, қамыр елеп, майға бауырсақ пісіреді. Оның терезе алдына суытуға қойып қояды. Бауырсақ суып тұрып, жалғып кетеді де домалай жөнеледі. Домалап келіп терезе алдындағы орындықтан еденге, еденнен дәлізге, дәлізден аулаға, ауладан сыртқа, одан әрі домалай береді. Бір кезде алдынан қоян жолығады. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын, дейді. Қоян, сен мені жемеші, мен саған одан да өлең айтып берейін, дейді. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, балғаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын мен зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қоян сенен құтылу қиын емес бұл маған. Деп бауырсақ алға қарай қаша жөнеледі. Бауырсақ орман ішіндегі соқпақпен сымырап келе жатса, қарсы алдынан қасқыр шыға келеді. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын, дейді. Сен мені жеме, мен саған өлең айтып берейін, қасқыр, дейді. Бауырсақ әндете жөнеледі. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, балғаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын мен зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқыр сенен құтылу қиын емес бұл маған, деп бауырсақ домалай жөнеледі. Келе жатса, қарсы алдынан қорбаңдап аю шығады. Әй бауырсақ, мен сені жеп қоямын, дейді аю. Жоқ, сен мені жемеші, мен саған өлең айтып берейін, деп жауап береді бауырсақ. Әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын мен зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, маймақ сенен құтылу қиын емес бұл маған, деп бауырсақ домалай жөнеледі. Аю оның ізіне үңіліп қала берді. Бауырсақ зымырап келе жатса, алдынан түлкі шыға келеді. Амансың ба бауырсақ? Көргендерге ұнайды, жүзің қызыл шырайлы, деп айтады түлкі. Бауырсақ мақтанғанға мәз болып өлеңін айта бастайды. Түлкі болса құмарта тыңдаған боп, қыбырын білдірмей, бауырымен сырғып оған жақындай береді. Әжей қойма қырнаған, екі уыс жинаған, балғаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған, суытып та сынаған, бауырсақпын мен зулаған. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да сытылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым, түлкі сенен құтылу қиын емес бұл маған. Әдемі өлең екен, дейді түлкі. Айналайын, қартайған шағымда құлағымның естімесі бар ма? Кәне, менің мына тұмсығыма шықта өлеңімді тағы да бір қайталап айтып берші, дейді. Бауырсақ өлеңін мақтағанға мәз болып, түлкінің тұмсығына қарғып шығады да, әжей қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, деп айта бергенде, түлкі бауырсақты ап деп бір-ақ асапты. Осымен ертегі де бітеді.